Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін сәбізді ұзақ мерзімге дейін тоңазытқышта қалай сақтау керектігін көрсететін боламын, және осы әдісті өзім жиі қолданамын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Менде морковчаның теркасы, содан майдалап өткізіп аламыз. Кейін тамаққа қолдана берсеңіздер болады, подливке болмаса тамаққа, сорпаға қолдансаңыздар болады. Тек қана салатқа қолдануға болмайды, себебі салатқа біздің сәбізіміздің өз күшін жоғалтып алады, сондықтан салатқа свежий сәбіз қолданыңыздар. Ал енді пакетке саламыз. Менде безручной пакет. Сәбізіміздің барлығын емес, жартысын ғана саламыз. Кейін біз осылай тегістеп аламыз, себебі біздің қатып қалған сәбізімізді кейін сындыруға оңайырақ болу үшін сәл жұқа қылып астына түзу тақтайды қойып қоямыз. Міне менде майда сәбізден 2 пакет шықты. Бұл ұзақ уақытқа жетеді. Енді тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал енді палауымызға да сәбізімізді майдалап турап аламыз. Кейін бұны да пакетке бөліп салып қоямыз. Палаудың сәбізін бөлек-бөлек пакетке саласыз. Барлығын бір пакетке салуға болмайды. Бір тамаққа жететіндей қылып пакетке салып алып бөліп қоясыз. Міне менде барлығы дайын болды. Енді тоңазытқышқа салып сақтай берсек болады. Ешқандай дәмін немесе түсін өзгертпейді. Міне менде бір күндей уақыт өтті. Сәбізіміз толыққанды қатып үлгерген екен. Сындыруға өте оңай, ішіне жұқа салынған. Тамаққа сала қоясыз, тамағыңыз дәмді бола қояды деп. Барлығын үлкен пакетке салып тоңазытқышқа қоямыз, себебі шашылып кетпес үшін. Сіздермен пайдалы ақпаратпен бөліспін деп ойлаймын. Дәл осылай жасап көріңіздер. Басқа сәбіздерімізді солдыртпай, түрін қашырмай, свежий күйінде турап сақтауға болады екен. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.